Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін синабония жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға қойып, одан кейін 2 жұмыртқаны салып, бір кеше араластырамыз. Одан кейін сары майымызды салып, қантымызды салып, дрожжымызды салып, тұз және де ұнымызды салып, барлығын біркелкі болғанша елейміз. Бетін жауып қойып, 30 минутқа қоямыз. Осылай көтерілу керек, кесеге дейін. Одан кейін жайып, үстінен жаңағы ішіне қосатын қоспаларыңызды салып, майымызды бірінші жағып аламыз тестамызға. Одан кейін не қосқыларыңыз келеді, соны қосасыздар. Орехи қоссаңыздар да болады, начинкасына өздеріңіздің еріктеріңізде. Одан кейін креміне бізге керек болады творожный сыр. Одан кейін май, сахарный пудрамызды қосып, біріккенше араластырамыз да жаңағы біркелкі қылып үстіне жағамыз. Міне дайын болды. Ас болсын.